Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанда атап өтіледі. Қазіргі таңда карантинге байланысты тәуелсіздік күнін атап өте алмаймыз. Бірақ көңіл күйімізді түсірмей, мойымай, керісінше отан үшін еңбек етіп жүре береміз. 1991 жылы КСРО ыдырап, одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Ескеретіні, Қазақстан КСРО құрамындағы елдердің арасында ең соңғы болып тәуелсіздігі туралы заңды қабылдады. Бұл заң 1993 жылы 25 қазанда қабылданған. Қазақстанның егемендігі туралы декларациямен бірге қазақ елінің елдігін нығайта түсті. Ал тәуелсіздігімізді ең алғаш болып бауырлас Түркия мемлекеті мойындады деген сөздің ақиқат еместігін білгеніміз жөн. Түркия алғаш болып Қазақстанда өз елшілігін ашты, бірақ тәуелсіздігімізді мойындауда 17-ші болды. Тәуелсіздік сол бір тарих, сол бір күн. Қанға боялды кетті айтылмай талай үн. Ерлікпенен ту көтерген қазақтар азаттықтың не екенін білген күн. Бұл күн біздің отанымыздың әрбір азаматы үшін қасиетті мереке. Тәуелсіздік күні ғасырлар бойы азаттық аңсаған халқымыздың өшкені жанып, асқақ арманы орындалған күн. 24 жыл ішінде ынтымақты ұран, татулықты